Қарбыз көпшілік жақсы көретін жазғы жидектердің бірі. Ол түрлі дәрумендерге бай және адам денсаулығына пайдалы. Бірақ кей жағдайда одан бас тартқан жөн. Оның басты артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталамыз. Артықшылығы: қарбыз ас қорытуды жақсартады. Піскен қарбызды дәрігерлер бауыр және бүйрек аурулары бар адамдарға жеуді ұсынады. Гипертониясы, яғни жоғары қан қысымы бар және жүрек жеткіліксіздігімен қиналатын адамдарға қарбыз пайдалы болып келеді. Себебі қарбыздың құрамында ас қорытуды жақсартуға ықпал ететін микроэлементтер бар. Кемшілігі: қарбызда сахароза мөлшері көп. Қарбыз етінде 13%-ға дейін глюкоза, сахароза және фруктоза секілді жеңіл сіңетін қанттар бар. Қарбыздың калориясы төмен болғанымен, оның құрамында қант көп. Сондықтан қант диабетімен қиналатын және артық салмақпен күресетін адамдарға одан бас тартқан жөн. Артықшылығы: қарбызда бақыт гормоны бар. Қарбыз жеу шынымен де біздің көңіл күйімізге жағымды әсер етеді. Себебі оның етінде бақыт гормоны серотониннің бөлінуіне ықпал ететін заттар кездеседі. Ал оның құрамындағы магний мен түрлі антиоксиданттар күйзеліспен күресуге көмектеседі. Кемшілігі: қарбызда қауіпті микробтар болуы мүмкін. Бұл жеміс жерде пісетіндіктен, содан соң стерильді емес дүкендерге тасымалданып, сол жерде сақталатындықтан, оның бетіне ауру тудырғыш микробтардың жиналу қаупі кездеседі. Әсіресе қарбыз жарылып микробтар оның ішіне кіріп кетсе, ол қауіпті. Бұл кезде ішек таяқшасын және басқа да жұқпалыларды жұқтырып алуға мүмкіндік зор. Сол үшін зақымдалмаған тұтас қарбызды алған дұрыс. Оны үйге әкелген соң ағып тұрған судың астында жақсылап жуыңыз немесе суы бар ыдысқа бірнеше сағатқа салып қойыңыз. Артықшылығы: қарбыз қабынуға қарсы қасиетке ие. Қарбыздың құрамында ликопин бар, сондықтан ол қабынуға қарсы. Ағзаға бұл зат түрлі қабыну процестерін бұғаттайды және ағзаға қауіп төндіретін бос радикалды бейтараптандырады. Сол үшін қарбызды артритпен қиналатын адамдарға жеу ұсынылған. Кемшілігі: қарбызды шамадан тыс көп жеу қуықтың созылуы тудыруы мүмкін. Жүйелі түрде кіші дәретке бармау және қарбызды көп жеу қуықтың созылып кетуіне әкелуі мүмкін. Сол үшін жағымсыздықтың сезінумен қатар несеп жыныстық жүйесі проблемасы пайда болады. Қарбызды шамадан тыс жеу іш кебу мен үлкен дәрет проблемасын тудырады. Артықшылығы: қарбызда А дәрумені бар. А дәрумені тері, тырнақ және шаш саулығы мен сұлулығын сақтауға қажет. Шамамен 100 грамм піскен қарбызда осы дәруменнің тәуліктік нормасының 1/4 бөлігі кездеседі. Сондай-ақ қарбызда коллаген мен эластин өңдеуін арттыратын аскорбин қышқылы бар. Кемшілігі: қарбызда нитраттар болуы мүмкін. Ниеті нашар фермерлер қолданатын нитраттар жасушалық тыныс проблемаларына әкелуі мүмкін. Мысалы, көп нитрат тұтынатын балалар жиі ауырады, нашар ұйықтайды және ашушаң болып келеді. Артықшылығы: қарбызда бета-каротин бар және ол көруді қалыпта ұстауға көмектеседі. Қарбыз құрамындағы С дәрумені бета-каротин және лютеин көруге жағымды әсер етеді. Олар көз шырыстысын құрғап кетуден, катаракта мен глаукома дамуынан қорғайды. Кемшілігі: қарбыз аллергия беруі мүмкін. Кейде қарбыз гүлдері амбразиямен тозаңданады. Ал ол ең аллергенді арамшөптердің бірі. Қарбызға аллергияның белгілерін ұсынамыз: тіл мен еріннің ісіп кетуі, тері мен мұрын қанатының қышуы, қатты жөтел, түшкір және мұрыннан су ағу, құсу, диарея, жүрек айну, іш ауруы. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі видео соңына жетті. Егер ақпарат ұнап жатса, арнаға тіркеліп лүпіл басуды ұмытпаңыз.